Әріптестер, дауыстарыңызды қойсаңыздар. Дауыстарыңызды өшіріп қойсаңыздар микрофонды. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі біздің республикалық онлайн конференцияға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің онлайн конференциямыздың тақырыбы білім мен дәстүрдің сабақтастығы ғылым және рух бірлігінде. Мақсаты элективті курстарды ғылыми және әдістемелік тұрғыдан негіздеп, кәсіби деңгейде қорғау дағдыларын дамыту, педагогикалық тәжірибе алмасу және білім беру үдерісін жетілдіруге ықпал ету, сондай-ақ оқушыларға ғылымдардың арқылы кешенді түрде түсінуге мүмкіндік беретін пәнаралық көзқарасты қалыптастыру. Енді өзімді таныстырып өтетін болсам, номер 170 мектеп гимназияның информатика пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Катаева Назерке Сейсенбаевна. Бүгінгі менің элективті курсымның тақырыбы Python программалау тілінің негіздері. 9-шы сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Курстың негізгі мақсаты оқушылардың ойлау қабілетін арттыра отырып, құрылымдық программалаудың базалық мазмұнымен танысып, бағдарлама жазуға қалыптастыру. Оқыту міндеттері: программалау тілінің негізгі элементтерін оқып үйрену, программа құрудан нұсқаулар бойынша программа құрылымын жасауға дағдыландыру, Python программалау тілінде құрылған программаны өмірде қолдану дағдысын қалыптастыру, алгоритмдік және операциялық ойлау қабілеттерін ақпараттық коммуникациялық технологиялық құралдар арқылы оқушылардың логикалық, математикалық, зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Курстың өзектілігі: Python программалау тілі бойынша оқушылардың тереңдетіп білім алуына жаңа мүмкіндіктер туғызады.
Бұл бағдарламалау тілі жаңа веб-сайт, мобильдік қосымша, анимациялық 3D ойындар құрастыру тәсілдерін үйретіп қоймай, болашақта оқу мен кәсіби қызметте цифрлы сауатты жан-жақты болуға шығуына жол ашады. Python программалау тілінің негіздері курсында оқушылар Python тілі туралы негізгі түсінік ала отырып, осы тілде программа құруға үйренеді. Енді бүгінгі элективті курсымның ары қарай мазмұнына тоқтала кететін болсақ, тұрақтылау мазмұндық бөлімі бағдарлама 9 бөлімнен тұрады. Мектеп бағдарламасында материалдар тереңдете отырып, олимпиадалық есептерді шығаруға бейімдеу көзделген. Бірінші бөлім кіріспе 3 сағат, программалау тілдері, Python тілінің тарихы, айнымалылар, мәліметтер типі, Pythonның негізгі функциялары, кіріс мәліметтер мен типтері, конвертациялау, жобамен жұмыс, сандарды табу ойыны. Екінші бөлім шарттар, if, elif, else шарттары командалары, жолдармен берген негізгі функциялар, жобамен жұмыс, қағаз, қайшы тас ойыны. Үшінші бөлім цикл және массив, цикл for, while циклдермен жұмыс, жиым элементтермен қосып өзгерту және жою, жиымдарды сұрыптау, цикл арқылы массивті жүріп шығару, жиымды шартты операторлар қолдану, жобамен жұмыс, телефон кітапшасы. Төртінші бөлім сөздік элементтермен қосып өзгерту және жию, кейіп алумен жұмыс, шартты оператор, сөздікті қарап шығу, for циклын қолдану, жобамен жұмыс, телефон кітапшасы. Бесінші бөлім файлдар 4 сағат, файлмен жұмыс, ашу, жабу, сақтау, файлдан оқу және файлға жазу, UTF-8 шифрымен жұмыс, файлмен жұмыс, циклдар мен шартты командаларды қолдану, жобамен жұмыс. Алтыншы бөлім функциялар. Функцияны жариялау және шақыру, функция тәсілдері мен параметрлері, рекурсия, функцияның аргументтері, жобамен жұмыс, X және 0 ойыны. Графикалық интерфейс. Жетінші бөлім GIU 4 сағат, графикалық интерфейс, яғни тикинтер кітапханасы, негізгі элементтер, терезе жазу, батырма және жолдарды құру, терезе элементтерінің параметрлері, терезе элементтерінің түсін, өлшемін және орналасуын өзгерту. 8-ші бөлім GIU 3 сағат, тізім элементтерін өзгерту, қосу және жою, тикинтер функциялар мен элементтерді қосудың жаңа жолдары, жобамен жұмыс. 9-ші бөлім PGIM, яғни PGIM кітапханасы, 4 сағат арналған, артқы фон және ойын кейіпкерлерді анимациялау, қорытынды жобалау, жұмысты қорғау. Яғни сабақтың негізгі типі лекция және практикалық сабақтар, курстың көп бөлігі дербес компьютер және Python программасы көмегімен орындалады. Енді соңына қарай тоқталып өтетін болсақ, бұл жерде ақпараттық әдістемелік бөлім, әдіс тәсілдер, курсты оқып үйренудің нәтижесінде оқушылар білуі керек, бағалау кездесі және пайдаланған әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет. Келесі сөз кезегін әріптесім Құрымбаева Жанат Темірхановнаға беремін. Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен Алматы қаласы Жетісу ауданы 177 мектеп гимназияның қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі, педагог зерттеуші Құрымбаева Жанат Темірхановна. Менің жазған элективті курсымның тақырыбы қызықты фонетика, 5 сыныпқа арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Енді бұл элективті курстың бағдарламаның ғылымилығы фонетика тіл білімінің дыбыстық жүйесін зерттейтін саласы болғандықтан, тіліміздегі дыбыстардың жасалуына, орфоэпияның заңдылықтарына байланысты олардың үндесуіне назар аударуға ерекше көңіл бөлінеді. Бағдарламаның өзектілігі Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрінің Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының 2024-2025 оқу жылындағы Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарында оқу тәрбие процестерінде ұйымдастыру әдістемелік нұсқаулықтарын басшылыққа алып жасалынған қызықты фонетика курсы. Бұл элективті курс бағдарламасы үлгілі оқу жоспарын вариативті компонент есебінде жүргізуге ұсынамын. Бұл бағдарламада тақырыптар, оқу бағдарламасында оқу мақсаттары іріктелген, оқушылар курс бағдарламасын игеру арқылы тіл дыбыстарын, буын және дыбыс үндестігі, екпін, тасымал туралы білімдерін тереңдете түседі. Орфоэпия мен орфографиялық заңдылықтардың функционалдық сауаттылығы қалыптасады, көркем мәтінмен жұмыс істеу нәтижесінде сыни ойлау дағдысы артады. Өзіндік пікірін айтуға оқушылар машықтанады. Енді бұл курстың мен мақсаты тілдің дыбыстық жағынан өзіне тән қасиеттері мен ерекшеліктері, заңдылықтары туралы ұғымдарын қалыптастыру, дыбыстарды сөйлеу мүшелерінің қатысу арқылы дауысты, дауыссыз болып бөліну жолдарын түсіндіру,
дыбыстық акустикасы, ырғағы, айтылуы, әуені жөніндегі оқушының жас ерекшелігіне сай ғылыми түсінік беру, орфографиялық ережеге сай жазуға төселдіру, әдеби тілдің орфоэпиялық нормасын сақтап, дұрыс сөйлеуге үйрету. Бұл курстың міндеті тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын дамыту үшін оқушыларды орфография мен орфоэпия заңдылықтарын сақтауға, дұрыс сөйлеу мен дұрыс жазуға үйрету. Қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, екпін түрлерін, тасымал түрлерін тиянақты меңгеруге қол жеткізу. Білім мазмұнына сай әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың логикалық ойлау дағдысын дамыту. Оқушының пәнаралық белсенділігін, функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Енді тұрақтылау мазмұндық бөліміне келетін болсақ, 34 сағат. Бұл 34 сағаттың ішінде ең бірінші кіріспе бөлімінен басталады. Тіл дыбыстары, жақсы сөз, жан азығы кіріспе сабағын өтеміз. Бұл жерде фонетиканың тіл дыбыстарын зерттейтін ғылым екендігін оқушыға түсіндіру, тіл дыбыстарының жасалуы, дәріс сабақ болады. Бұл ой қозғау әдісі арқылы жұмыс жасауға болады. Мысалы, 2 сағат қазақ әліпбиі деп тақырып алынған. Шәкәрім Құдайбердіұлының жасынан жетіп өлеңін алуға болады. Осы өлеңді оқушыларға оқыта отырып, қазақ халқының жазу тарихы, көне түркі жазба ескерткіштері жайлы мағлұмат бере отырып, әліпбидегі әріптердің белгілі бір тәртіппен орналасуын ойын сабақ түрінде өткізуге болады. Сол сияқты мен элективті жазған курсымды өздеріңізге алып, қолдануға мен ұсыныс тастайын деп отырмын. 34 сағат қарауға болады. Дауыссыз дыбыстар, мысалы Гумеровтың аралар әңгімесін алып оқыта отырып, дауыссыз дыбыстардың жасалуы, сөйлем мүшелерінің қатысы туралы түсіндіру, үн мен салдыр деген не екенін түсіндіруге болады. Енді осыдан күтілетін нәтижені айтып кетейін. Тіл білімінің саласы фонетиканы оқыту арқылы сауатты жазуға үйренеді, қателерді таба біледі. Әдеби шығармаларды оқу арқылы ондағы негізгі және қосымша ақпараттарды таба білуге машықтанады. Орфоэпия мен орфография туралы ұғымдар қалыптасады. Оқылым, айтылым дағдылары қалыптаса отырып, мәтін мазмұнын ашатын нақты сұрақтар қоюға үйренеді. Жазылым дағдысын жете меңгеріп, оқыған немесе тыңдаған мәтін бойынша жинақы мәтін жазуға машықтанады. Топтық жұмыс, жеке жұмыс жасауға дағдыланады. Енді құрметті әріптестер, мен сіздерге айтып отырған осы қызықты фонетика тақырыбындағы элективті курсымды қолдануға шақырамын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кезекті физика пәнінің мұғалімі Ықыласова Жолсапова. Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Алдарыңызда Алматы қаласы Жетісу ауданы нөмірі 177-ші мектеп-гимназияның физика пәні мұғалімі, педагог зерттеуші Ықыласова Жолсапова Николаевна. Сіздердің назарларыңызға ұсынылғалы отырған өзім жазған элективті курс бағдарламасы. Бұл қызықты физика пәні 8-9 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағатты құрайтын бағдарлама назарларыңызға ұсынылғалы отыр. Жалпы қызықты физика пәнінің бағдарламасы негізгі физика оқу пәнінің бағдарламасы мазмұнымен үйлестірілген, терең білім мен дағдыны қалыптастыруға бағытталған. Осы курс жаңартылған білім мазмұны аясында оқу бағдарламасының мазмұны талаптарына сай келеді. Жаңартылған білім мазмұнының ең негізгі қолданыс тапқан саласы функционалды сауаттылық болып табылады. Физикалық есептерді шешу дағдысы оқушылардың функционалды сауаттылығын дамытуға негіз береді. Оқушы алған білімін дереу қолдана алады. 8-ші және 9-ші сынып оқушыларына бағдарлы бағытта оқытуға, алған білімдерін нақты жағдайларда ғылыми таным әдістерін қолдана білуге жетелеу мақсатында жазылған курстың негізгі мақсаты, яғни бұл оқушыларда физикалық ғылымның негіздерін, эксперименттік фактілері, ұғымдарды, заңдылықтарды оқушылардың қазір заман туралы тұтас ойларын қалыптастыруға дайындау, әлемнің физикалық бейнесін қалыптастыру,
күнделікті өмірде өз өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, табиғатты ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау үшін алған білімдері мен дағдыларын пайдалануда оқушыда техникалық объектілермен жұмыс істеу принциптері мен физикалық құрылғыларда физикалық негіздер туралы білім мен эксперименттік дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Оқушыларда қабылдау, ойлау, есте сақтау, сөйлеу дағдыларын дамыту, оқушылардың шығармашылық оқуға деген қызығушылық, тәуелсіздік, әлеуметтік қарым-қатынас, рефлексия сияқты тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру және дамыту негізгі мақсат болып қаралатын болатын болса, курстың міндеті оқушылардың білімін жүйелеу және тереңдету, есеп шығарудың жалпы алгоритмін меңгерту, пән бойынша есеп шығару кезінде логикалық әдіс тәсілдерді жүзеге асыру, өз еркімен мамандық таңдауға дайындау болып табылады. Өздеріңіз білетіндей, кез келген элективті курстың тұрақтылау мазмұндау бөлімі, яғни 8-9 сыныптарға арналғаннан кейін 8 сыныпта өзі жаңағы алдында ғана айтып кеттік, физика кітабымен оқулығымен үйлестіріп жасалған 8 сыныпта 7 бөлім болатын болса, сол 7 бөлімге берілген өзінің сағаттарымен бөлінген бөліністермен мына жерде алдарыңызда тұр. Яғни әр бөлім бойынша сағат саны және сол сағат сандарында қандай тақырыптарды қарастыру керек екендігі көрсетілген. Сол 9 сыныптың тұрақтылау бөлімі болып табылады алдарыңызда тұрған. Сонымен бұл курсы жалпы сабақ есептер шығару болғандықтан, әрине бұл қызықты физикада біз сол ең бірінші құбылысты түсіне білеміз. Құбылыстың негізін түсіндіре білуіміз керек, және де сол құбылыс арқылы баланың функционалдық сауаттылығын анықтау. Мысалы үшін кез келген отын жанады. Қаншалықты отын жанған уақытта сен 5 килограмм суын қанша градусқа шейін көтеріле алады, оған қанша көмір кетеді, немесе қанша табиғи газ кетеді деген. Міне осыларды әр пайымдауды, әр ойлауды жаңағы жүзеге асырылатын бағдарлама негізінде жасалынды. Енді бұл курс Қазақстан Республикасының білім беру стандартына қарастырылды, яғни оқушылар осы курстан кейін сапалы есептерді, эксперименттік есептер, виртуалды және барлық есептерді шешуге машықтану керек. Яғни бұл жерде виртуалды дейді, бізге физика, Колорадо деген бар. Басқа да қазіргі жаңағы электрондық платформаларда эксперименттік есептерді шығаруға да болатынын білесіздер. Сонымен қатар физикалық есептердің қарапайым бағдарламаларын құрастырудың, графиктермен жұмыс жасау, электр тізбектерімен жұмыс жасау, тербемелі жүйелерді оқу және басқа да осы физикалық құбылыстарды түсіндіріп беретін негізгі табиғи зерттеу түрлері бұл бағдарламада қарастырылған. Сондықтан да сіздерге және ол кез келген элективті курстың ішінде болады, яғни бағалау критерийлер, жұмыстарды бағалау, қолданылған әдебиеттер тізімі осы бағдарламаның ішінде қамтылған. Назарларыңызға рахмет, және осы өзім жазған қызықты физика пәні элективті курсын назарларыңызға ұсынамын, қолдануға шақырамын. Ендігі сөзді математика пән мұғалімі Азизова Гүлсара Сәлбекқызына беремін. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен 177-ші мектеп гимназия математика пәні мұғалімі Азизова Гүлсара Сәлбекқызына. Сіздерге бүгін мен қызықты математика есептері элективті курс бағдарламасын ұсынып отырмын. 5-ші сынып оқушыларына арналған, аптасына бір сағат, 34 сағаттық. Бұл курстың мақсаты оқушылардың танымдық қызығушылығы мен ақыл ой деңгейін қалыптастыру, оқушыларды оқу курсының мазмұны арқылы пайымдау, шығармашылық тұрғысынан ойлау, өз беттерінше шешім қабылдап, қорытынды жасауға бейімдеу. Оқушылардың игерген білімдерін күнделікті өмірде пайдалана отырып, жеке тұлға ретінде қалыптастыру. Алған білімдерін күнделікті өмірде қолдана білуге үйрету және тәрбиелеу. Бағдарламаның міндеті өз бетінше іздену әрекеттерін қалыптастыру, оқушының интеллектуалдық және ерік пен сезім белсенділігін дамыту, негізгі ойлау операцияларын саналы түрде қолдана білуге үйрету, көру, есту, байқау, іздеу, қиялдау, елестету, есте сақтау арқылы логикалық ойын дамыту, өз пікірін айту, талдау және оны дәлелдеу арқылы тілін дамытып, дұрыс сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Алған білімдерін күнделікті өмірде қолдана білуге үйрету және тәрбиелеу. Өзіндік жұмыс жағдаяттарын тиімді шешу.
Бұл курстың өзектілігі оқушыға өз ойын еркін айтуына, ойын дамыта өзгертуіне, шығармашылық жұмыстағы еркіндікке, кез келген мәселені шешуге, баға беруге, таңдау жасауға, оқығанның өмірімен байланыстыруға, өмірде қолдана алуына мүмкіндік береді. Оқушылар алдына өзекті міндеттерді қоя біледі, оларды шешеді, логикалық тапсырмаларды пайдалану, салыстыру, топтау әдістерін қолданып, дәлелді тәуелділіктің шешуін табады, талдай білу дағдысын дамытады, тәуелділік байланысын орнатады және қорытынды жасауды үйренеді. Ал енді осы курстағы тақырыптарға келетін болсақ, бұл жерде баланың жаңағы айтқан мақсаттарға жету, қызығушылығын арттыру деп алдық. Сол мақсаттарға жету үшін мынандай қызықты тапсырмалар алынған жерде. Бірдей суреттерді толықтыру, өз көзіне сенбе деген ойыны, жерде сандарды дұрыстап орналастырып, есепті дұрыс жауабын табу. Сурет бойынша есеп құрастыру, сол есептерді шығарып, орындарына реттеп жалғастыру. Анаграммаларды оқып, жазып, шығару және өздері құрастырып үйрену. Математикалық жұмбақ ойыны, жұмбақтарды шеше отырып, есептерді шығару. Сөз жұмбақтарды шешу және өздері сөз жұмбақтарды құрастырып шығару. Ойлан тап, шешуін шеш деген сияқты есептер, ребустарды шешу, тапсырманы пайымдау, реттеу жолдары, қиял мен қисынды жаттықтыруды пайдалана отырып есептерді шығарту, логикалық тапсырмалар беру арқылы есептер құрастырып, дұрыс жауаптарын шығарту. Викторина ойындары, санау арқылы, ойлау арқылы, жұптастыру арқылы ауызша есептерді шығарту. Қызықты математика олимпиада есептерінен жарыстар ұйымдастыру, математикалық жұмбақ шешу, математикалық есептерді құрастыру үйрету, схема бойынша есептерді шығарту, жасырынған есептерді табу, фигуралардан сурет құрастыру, логикалық тапсырмалар беру арқылы есептер құрастырып, дұрыс жауаптарын шығарту. Бұл курстан күтілетін нәтиже: білім алушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, өз бетімен жұмыстануға, дәлелдеуге, салыстыра отырып пікір айтуға, есте сақтауға, өз-өзіне сеніммен қарауға, жаңа шешімдерді іздей білетін тұлға қалыптастыру, сауатты оқуға, түсінуге, ажыратуға, салыстыруға, алған білімін күнделікті өмірде қолдануға дағдыланады. Назарларыңызға рахмет. Осымен менің курсыммен таныстыру бітті. Келесі сөз кезегі әріптесіме Байымша Самал Қамқаралиевнаға берді. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Как поживаете? Меня зовут Байымшева Самал Камбаралиевна. Я учитель школы гимназии номер 177, учитель русского языка и литературы. Так, курс селективного курса формирования аналитических умений школьников на уроках русского языка и литературы. Так, цели и задачи моей программы. Основная цель программы — развитие и укрепление навыков критического мышления у учащихся через применение методов контент-анализа текста, что способствует их способности осмысленно воспринимать информацию, формулировать аргументированные суждения и принимать обоснованные решения. А также задача данной программы — развитие формирования аналитических умений. Это научить учащихся извлекать основную информацию из текста, выявление ключевых идей и понятий текста, разработка умения определять важные детали и различать их от второстепенных, а также способствовать развитию способности интерпретировать текст и выявлять его скрытые смыслы. Развитие умения проводить глубокий анализ и толкование текста, а также применение стратегий, таких как поиск подтекста, чтение между строк и распознавание метафор, формирование навыков оценки достоверности и
релевантности информации, разработка критериев для оценки качества информации, а также научить учеников определять основную мысль текста. Так, развитие навыков мышления и аргументации. Развивать способность формулировать аргументированные суждения и выводы. Обучение построению логически выверенных аргументов и выводов на основе текста. Практика использования доказательств и обоснований для поддержки своих идей. Способствовать развитию умения аргументированного опровержения и защиты своих позиций, умение анализировать и опровергать аргументы других участников дискуссии, обучение уважительному и конструктивному обсуждению различных точек зрения. Так, актуальность моего курса: развивать способность формулировать аргументированные суждения и выводы, обучение построению логически выверенных аргументов и выводов на основе текста, а также практика использования доказательств и обоснования для поддержки своих идей, умение анализировать и опровергать аргументы других участников дискуссии, обучение уважительному конструктивному обсуждению различных точек зрения. Так, заключение я хочу сказать: формирование аналитических умений школьников на уроках русского языка представляет собой ключевую задачу в образовательном процессе, особенно на этапе начального и среднего образования. Критическое мышление, основанное на способности анализировать и оценивать информацию, является необходимым компонентом успешного обучения и личностного роста учащихся. Процесс формирования аналитических умений способствует углубленному пониманию текста, помогает учащимся не только воспринимать информацию, но и критически ее осмысливать. В условиях стремительно развивающегося информационного общества умение анализировать и критически оценивать текст становится важным навыком, который помогает принятию обоснованных решений и формированию взвешенного мнения. Так, следующее слово предоставляется моей коллеге Жмагалиевой Мадине Турсугалиевой. Все, спасибо за внимание. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Жұмагалиева Мадина Тұрсынғалиқызы, 107-ші мектеп гимназияда ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Қызықты грамматика ол 6-шы сынып оқушыларына арналған элективті курсым. Аптасына 1 сағат, яғни жылына 34 сағат. Менің жазған бағдарламамның мақсаты оқушының бұрыннан бар білімін тереңдетіп, ағылшын тілін табысты меңгеру үшін керекті қарапайым тілдік дағдыларды дамыту. Тілді практикалық тұрғыда қолдану мүмкіндіктерін арттыру. Осы бағдарламамның міндеттері: оқушыларға ағылшын тілінің негізгі грамматикалық ережелерін түсіндіру, оқушылардың сөйлеу, тыңдау, жазу және оқу дағдыларын нығайту арқылы тілдік коммуникацияны жетілдіру, сөздік қорын кеңейту арқылы сөйлете білу, оқушылардың грамматикалық ережелерді түсінуге және оларды шығармашылық тұрғыда қолдану. Келесі осы авторлық бағдарламаның жаңалығы: оқушылар сөйлем құрауды, түрлі диалогтар мен әңгімелерді құрастыруды үйренеді. Оқушылар тілдік дағдыларын жетілдіру үшін өзара сөйлесіп, ағылшын тілінде қарым-қатынас жасай алады. Практикалық тапсырмаларды орындау арқылы грамматиканы жетік меңгереді. Бұл жерде менде күтілетін нәтижем: оқушылар ағылшын тілінің грамматикалық құрылымдарын жетік түсініп, оларды дұрыс қолдануды үйренеді. Оқушылар грамматика ережелерін ойындар және қызықты тапсырмалар арқылы үйренеді. Бұл тілдік кедергіні төмендетеді және ағылшынша сөйлегенде сенімділікті арттырады. Келесі қызықты грамматика бағдарламасы оқулықта берілген грамматикалық тақырыптарды тереңдетіп оқыту арқылы оқушыларда listening, speaking, reading, writing, use of English дағдыларын қалыптастырады. Оқу жүктемесінің көлемі аптасына 1 сағат, яғни оқу жылында 34 сағат.
Авторлық бағдарлама өзектілігі. Аталған бағдарламада оқушылардың ағылшын тілі грамматикасын дамыту күтілетін нәтиженің ең бастысы деуге болады. Тұрақтылау мазмұндық бөлімі, яғни элективті курс бағдарламасы төмендегі тақырыптарды қамтиды. Module 1, Noun, Articles and Pronouns 5 сағат. Module 2, Adjective, Adverb, Numerals 4 сағат. Module 3, Present Forms 4 сағат. Module 4, Past Forms 3 сағат. Module 5, Future Forms, Modal Verbs 4 сағат. Module 6, Voice the Syntax 5 сағат. Module 7, Infinitive Conditional Sentence 5 сағат. Module 8, Construction Preposition Revision яғни 4 сағат қамтылады. Келесі қорытындылай келе, бұл жерде оқушылар нені үйренеді? Оқушы өз бетімен жұмыс жасауға дағдыланады, тілдік құрылымдарды түсініп, функционалды сауаттылығы артады. Дұрыс және сауатты сөйлеуді үйренеді, өз еркімен диалог құрастыра біледі. Осы берілген грамматикалық тақырыптарды жеңіл түрде меңгеріп, 6 сынып бағдарламасына сәйкес тақырыптар бойынша ағылшын тілі грамматикасын меңгереді. Тақырыптар оқушылардың меңгеру деңгейіне сай, тілдік дағдыларын одан әрі дамытып, олқылықтарды түзетуге бағытталған. Қазіргі таңда менің авторлық, яғни элективті курсымды өзіміздің мектебімізде, 177 мектепте факультатив сабақ түрінде осы бағдарламамды өтіп жатыр қыркүйектен бастап. Рахмет, басқа да мұғалімдерге, әріптестеріме осы бағдарламамды ұсынамын. Қатысып отқан әріптестерге үлкен рахмет уақыттарыңызды бөлгендеріңізге. Шыға берсеңіздер болады. Құрметті әріптестер, қатысқандарыңызға көп рахмет. Шыға берсеңіздер болады.